Үшіншісі. Мен осыны теріммен ағай, 25-тен 7-ні азайтамыз ғой, ә? Жоқ. Қазір көрейік. Есетін белгіні оқылайын бірінші. Топта 25 студент бар, оның 7-еуі үздік оқиды. Тізім бойынша кез келген 3 студент таңдап алынған. Осы алынған 3 студенттің де үздік оқитын студент болмау ықтималдығын табыңыз. Үздік емес. Екінші нұсқада үздік болу ықтималдығын тап деген. Бұл жерде керісінше үшеуі де үздік болмау керек. 3 студенттің де үздік оқитын студент болмау ықтималдығын есептеңіз. Енді негізінде бірінші бұл жерде ықтималдық табу үшін n бөлінген n ғой. N-ді табу керек. N неге тең, кім айтады? 25-тен 3 адам теріп алу. 25-тен 3 адам теру. 3 адам алудың қанша жағдай, қанша варианты бар, комбинация бар? 18. Мұқа айтаттым. 25-тен 3 адам алудың барлық жағдайлар саны. Сендердің класстарда мысалы 25 оқушы бар, содан 3 адам теріп алу. Формуласын айтсаңызшы, не арқылы есептеледі? К бөлінген. Не, қандай? К бөлінген С 25-те 3 тең бөлшек. К емес, бізде 25-те 3 қой. Ал мына не жазамыз? 25 факториал, 3 факториал, 25 алынған 3 факториал. Формасын жатқа білу керек. 24-ке көбейтші. 2300 болды ма? 24, 23. 22-ні 25-ті қысқартқан кезде осындай болады, е? Мынау екеу алтыны береді. 61 нәрсе шықты. 4. 2300, е? 4-ті 25-ке өтсек 100, 23-ке өтсең 2300 болады. Яғни барлық қолайлы жағдайлар саны n тең 2300-ге дейін. 2300-ге. Енді бізге m табу керек. M. Бізге айтып жатыр 7-еуі үздік. Сұрақ қаншауы үздік емес? 18-і. 25-тен 7-ні алып тастаймыз, 18-і. 18 оқушы үздік емес. Осы 18 оқушыдан біз 3 оқушыны теріп алудың жағдайлар санын табамыз. Ол барлық қолайлы жағдайлар саны. 18-де 3. Үш, 16-ны, 17-ні және 3-ті көбейтейік. 16 көбейтейік, 51. Қанша болады? 816 болды ма? 16-ны 5-ке 30, 816 дұрыс. 816. Енді барып не істейміз? Орнына қоямыз, мына формуланы. Мына жерге. 816 бөлінген 2300. Қанша қысқарады? 16, 2-0-мен аяқталыпты. 4-ке қысқарады. Егер соңғы 2 цифры 4-ке бөлінетін болса, 204-те 2 цифры дейсіз ба? 575. Дұрыс, 575 болады. 23-ті 25-ке өткенге тең, 575. 23-ті 24-25-ке өтсең 600 болады. 1.25 алсаң 575. Болды, жауап осы. 204 бөлінген 575.